Атамбайдын аэропортунан шықтық. Қазір бізді күтіп алатын адамды бізді күтудің орнына біз оны күттіміз. Потому что біздің самолет кеш келді. Так, аэропорттан шыққан екен, бір этаж төмен автостоянка бар екен, мындай. Prepaid taxi деп аталынады. Мұнда таксистер тұрады, көрсетіп қояйын. Мұнда заказ бересің, сен қалаған жеріне апарып тастайды. Мінекей. Рикша ма? Рикшамен 2 сағат бойы қалаға бара алмаймыз ғой. Рикша? Қаладан Қытай метромен келуге болады. Так, түсіріп жатыр екен ғой. Бұлай такси жалдадық міне. 6-шы зона, сосын номер такси деп тұрады. Енді зоналар жазылып тұрады, мысалы 4-шы зона деп тұр, міне 5-шы зона. Қазір 6-шы зонаға барамыз да, өзіміздің таксиіміздің номерін жоғарысынан жазып қойған, соған барамыз. 6-шы зонаға келдік, такси номерін келеміз. Таксисіміз. Оны? Такси 30-14 етаж. Hello, Sam. Hi. 30 градус бар ғой мына жерде. Шықтық мына такси әзер жалдап. Отелімізге келіп батырмыз. Бізді күтіп алатын адамдар бізді күтіп келдік тамашамыз, потому что біздер 2 сағат жарым кешігіп келдік. Анда аэропортта көп адамдар. Ұзақ келіп қалдық. Мен досым келген кезде айтқан тұғым. Таңданба деген. Very different people деп айтқан. Таңданба да different деген өзгеше адамдар деп айтқан ғой. Келген кезде даже үндістің, индийдің өзі солай айтқан ғой. Мұнда деген әлі шықпай жатып, қалаға әлі барған жоқпыз, аэропорттан енді шықтық. Отелімізге барамыз, сосын ары қарай қаланың центріне барамыз ғой. Соның өзінде қанша уже ерекшеліктерді көріп жатырмыз. Қазақстан ондай, Қазақстан мұндай дейтіндерге Индияға баршаш деп айту керек қой. Жолда пленканы істеп, балық тазалап беріп отыр астына. Көрінбейді ешқайсы. Құрайды масқанда кей бақша. Қойшы деймін. Айны бәрі жаным ашты береді, Қазақстанға береді. Что вы, короче, тым жақсы. Hello. Жолда пробкада тұрып. Самый зарад. Бізді отельде күтіп алмаған үшін мынандай таксимен апартментке алып барайын деп жатыр қазір бізді. Міне біздің апартмент дәл осы ғой. Осы. Қалай? Ана бір болып несі. Екіншісі бізде анда. Екіншісі біздікі болып. Міне, ана біздікі ғой, айна апа. Міне, мына жерге бір жатамыз. Норм. Жақсы, суреттеп дейін. На ворота Индия. Тадж Махал отель. Ең famous жерлердің бірі, атақты жерлердің бірі, то есть. Міне адам деген өте көп, қараңыздар. И мен досым Ирак.
досым күтіп алды мені. Қасқа 1,5 сағат күтіп тұрды мені осы жерде. И қазір 8:30 пойыздар басқа қалаға кетеді бұл. Марин драйв пляжындамыз. Және Колаба районы, бұл Колаба районы байлардың районы. Ал Марин драйв деген пляж бұл ұзына бойы, жаңа мойынның үлгісінде, мойынның үлгісінде жалғыз пляждың бірі екен. This place? Біздер мұндай атақты рестораны тамақтан атын еді қасыға бұны. Дели Дорбот деп атаған екен. Мықты ресторанда бәрі мақтағасы болса, тамақтандық. Сіздерге бір көрсетіп кетейін. Мұндай тамақтар бар екен. Вау! Хай! Короче, осындай. Анда Леопольд деген жаңа айттым, я? То есть, бұл Колаба деген район, байлардың районы екен. Байлар жүреді. Жүрегімді алдым ғой. Такси анда бізде. Тұр деді ғой. Мен номерін көрейінші, номерін бана түсіріп ағандым ғой. Ананың алдында тұрмайды? Иә. Көреді? Осындай нәрсе жеу керек еді бізге. Сосын. Жүр, 5 минут қалды ана жаққа барайық. Түнгі Мумбайда жүрміз қазір. Таксиімізді тоқтатып қойдық. Түнгі базар мұны, короче. Түнгі базарға келдік. Міне орамалдың неше түрлі, міне саридың неше түрлісі тұр ғой мына қасқа. Анда деген жаңа қымбат алып қойдыңдар сендер бар ғой негізі. How much? This sorry? 750 ma'am. 7,000 дейді. Jadi короче. Like this. Короче, біз чуриға келдік. They have churi? Churi. No churi. Oh my goodness. Мұны жерде ау деймін. And they have churi? Churi? This side? Oh, thank you. Aynur, gel мұндай екен. अच्छा दे रहा हूँ ना, देखो आपको अच्छा नहीं लगे तो बोलना। ये बेटा हाथ बता जरा, उससे भी अच्छा दे रहा हूँ। आप बिना देखे बोलेंगे ना आप तो नहीं समझ में आएगा, देख के बोलेंगे तो समझ में आएगा। बेटा हाथ दे आगे कर, उससे महंगा है फिर भी 100 में ही दे रहा हूँ। ये देखो उससे महंगा है लटकन वाला, उससे ज्यादा महंगा है, 150 का है, 150। हम लोग गलत नहीं बोलते, आप टाइम मिला देता हूँ। 2 कलर है, 150 रुपये दी Aynur. Bunda 150 रुपये दी. ये मुझे बड़े गिरा के इनको देखो कोई पड़ जाए तो। छोरी छोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया।